Айша анамыздан риваят етілген жахилиет дәуірінде неке 4 түрлі болатын дейді. Бұл имам Бухаридің риваяты, соның ішінде келтіреді. Біріншісі қазіргідей неке деп айтқан. Яғни біреу сіздің қызыңызға құда түсіп келеді, немесе қолыңызда қарындасыңызға болсын құда түсіп келеді де қыздан оның пікірі сұралады деген. Не дейсің, келісесің ба? Қыз келсе болды, үйлендіретін осындай еді дейді. Бұл бірінші түрі. Исламда да солай деп айтқан, яғни қазіргідей деп. Екіншісі никахул истибда деп аталады бұл. Бір еркек өзінің әйелінің хайыздан тазарғаннан кейінгі уақытында жақындамайды. Сөйтеді де әйеліне айтатын болған, пәленшеге истибда жаса дейді. Яғни бір адамды жіберіп, соны шақырып алып келіп, сонымен саудалас деген мағынада қолданады. Бірақ бұл не? Зина жасауға үгіттеуі. Және сол әйел жүкті болып қалғанға дейін содан оған жақындамайды өз әйеліне. Әйелінің жүкті екені білінгеннен кейін барып қаласа жақындайтын болған дейді. Бұның да некенің бір түрі деп атаған бұлар. Бірақ көрдіңіздер ғой, надан адамдардың істеген ісі еді бұл. Екінші түрі еді некен. Үшіншісі бар, үшінші түрі деген яжтамиур рахту дунал ашарати дейді. 10 адамнан аз болған бір топ адам жиналады. 6 адам, 7 адам болсын, 5 адам болсын, жиналады екен де бір әйелмен зина жасайды барлығы. Ашық түрде. Сөйтеді де кейін сол әйел 2 қабат болатын болса, сол әйел содан кейін жаңағы барша адамдардың баршасын жинайды. Я болмаса кейбіреуінде босанғаннан кейін деп. Адамдардың баршасын жинайды, жаңағы адамдарды өзімен зина жасаған бір топ адамның баршасын. Сөйтеді де арасында өзіне қайсысы өзіне ұнайды еркектердің, сонысын айтады. Мынау сенің балаң дейді. Ол адам бас тартып қашамайды деген. Және жанындағылар да куәгер қылады, бұл соның баласын босанған болып, сонымен отбасын құрып кетеді деген. Бұл надан адамдардың істеген некелердің түрі. Бұл үшінші түрі еді. Төртінші түрі бар, бұны әл-бағая дейді бұларды. Шектен шыққан әйелдер деп аталған бұлар. Бұлар неке құрғысы келетін болса, адал жар іздеудің жолын қалай жасаған, тек қана есігінің алдына бір белгі қоятын еді дейді. Ол белгіден адамдар біледі дейді. Сөйтеді, қай еркек болса да кіріп, жаңағымен зина жасап, жыныстық қатынаста болып шығады. Яғни еркектердің ешқайсысын қайтармайды деген келген. Сөйтіп, жүкті болып босанғаннан кейін кім келді барлығын анықтап отырады, соның баршасын жинайды да, міне, мен бала таптым, бұл сенің балаң деп, арасында қайсысы болса, соған тура бір екіншіге ұқсас, сенің балаң деп айтып, сонымен бекітіп, сонымен жанұя құрып кететін болған. 4 түрі. Біріншісі исламға сай келеді, адамгершілікке, ақылға, дінге сай келеді. Қалған 3-еуі де зинаның ашық түрлері. Бірақ бұл нәрсені адамдар өздерінің ойларына келген нәрсені жасау арқылы осындай түрлерін шығарып жатыр. Қазірде бар ғой, азаматтық неке деген нәрсе бар. Бұл азаматтық неке деген ешқандай араңызда неке жоқ деген сөз. Әйелмен келісесіз, тұрасыз. Егер келісіп жатсаңыз, ары қарай жалғастырып кете бересіз, келісе алмасаңыз, екеуіңіз екі жақ кетесіз дейді. Бұл не сонда? Ортада бала кімге қалады? Оның тағдыры не болады? Ол әйел адамды одан кейін басқа кім алады деген сияқты. Еш нәрсе қаралмайды. Бұл надан адамдардың өзіне пайдасы бар деп жасаған нәрселер, ұсынған нәрселері соны.